Баршаңызға қайырлы күн, Рамазан айы құтты болсын. Бүгін біз сіздермен ауызашарға арналған осындай 6 түрлі дәмді дайындайтын боламыз. Және бүгінгі видеода баклажанды қалай қуырмай дәмді дайындауға болатындығы туралы лайфхакпен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Арнамда шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін арнама жазылған соң қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ең алдымен бауырсақты жасаудан бастаймыз. Ол үшін бізге жылы сүт пен жылы су қажет. Мен екеуінен 100 миллиграммнан алдым. Оған 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 1 шай қасық ашытқы және 1 ас қасық майонез қосып жақсылап араластырамыз. Ұнымызды біртіндеп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Менде барлығы 400 грамм ұн кетті. Бұл жерде ұнның тығыздығы әртүрлі болуына байланысты мен айтқан шамадан не азырақ немесе көбірек кетуі мүмкін. Сондықтан да байқайтын боласыздар. Мен әдетте бастапқы кезеңде қасықпен, одан кейін қолмен илейтін боламын. Сіздерге қалай ыңғайлы, солайынан жасасаңыздар болады. Қамырымызды жұмсақ етіп иледік. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Енді жұқарақ етіп жайып, қалаған формамызға кесіп алсақ болады. Дөңгелек немесе төртбұрыштап кессек те жарай береді. Мендегі қамырдың қалыңдығы шамамен 5-7 мм болады. Себебі маған бауырсақтың іші бос болған ұнайды, сол себепті жұқарақ етіп жайдым. Егер де сіздерге ондай ұнамайтын болса, онда сәл қалыңырақ қып алғандарыңыз дұрыс, бірақ қалыңдығы 1 см-ден аспасын. Бауырсақтарымыздың формасын келтіріп алғаннан кейін 15 минутқа қалдырамыз. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды салып пісіреміз. Май қатты қызып кетпегені абзал. Келесі кезекте тортты жасайтын боламыз, себебі крем толықтай жақсы сіңіп тұруы қажет. Бұл торттың бисквиті оңай жасалады. Барлығын 5 минутта ғана араластырып, пешке сала саламыз. Ол үшін бізге 250 грамм ұн, 200 грамм қант, 1 шай қасық қопсытқыш, 1 шай қасық ас содасы, жарты шай қасық тұз және кішкене ванилин қосамыз. Сондай-ақ мен бұл шоколадты бисквитке 30 грамм грек жаңғағын қостым. Құрғақ ингредиенттерді араластырып болғаннан кейін 3 жұмыртқа мен 110 мг өсімдік майын қосып жақсылап араластырамыз. Байқасаңыздар, бұл жерде ешқандай миксерде жұмыртқаның ағы мен сарысын бөлу де қажет емес. Барлығын қасықтың көмегімен немесе күрекшемен араластырсақ жеткілікті. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бөлек ыдысқа 50 грамм какаоны салып, оған 200 мг қайнап тұрған ыстық суды құйып, жақсылап араластырып, дайын жаңағы қою қоспамызға құямыз. Барлығын неғұрлым жақсылап араластырған дұрыс, құрамында ешқандай түйіршік қалмауы керек. Дайын массамызды кез келген формаға құйып, тегістеп аламыз. 180 градус температурада шамамен 40 минуттай пісіреміз. Бисквиттің піскендігін осылай ағаш таяқшаның көмегімен тексереміз. Ағаш таяқшаның басында ешқандай дымқыл байқалмауы керек. Дайын бисквитті 10 минуттан кейін формадан босатамыз. Бұл бисквиттің жасалуы оңай болғанмен қатар, әрдайым сәтті және үнемі дәмді болып шығады, және кез келген шоколадты тортқа негіз болады. Мен бұл торттың кремін сливкимен және қант пудрасынан ғана жасадым, бірақ бұл тортқа кез келген кремді қолдансаңыз болады. Сондай-ақ ешқандай пропитка да қажет емес. Мінекей тортымыз дайын. Енді оның кремі сіңуі үшін тоңазытқышқа қалдырамыз. Келесі кезекте түске басарларды дайындаймыз. Бізге ол үшін 1 кәді мен 1 баялды қажет. Әдетте біз өсімдік майыны қуыратынбыз, алайда бүгін пешке дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 1 жұмыртқа және дәміне қарай тұз бен бұрышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сондай-ақ бізге кептірілген нанның осындай ұнтағы қажет болады. Ендігі кезекте баялды мен кәдімізді осылай жұмыртқамызға салып аламыз да, ұнтағымызға аунатып аламыз. Сосын кезекпе-кезек орналастырамыз. Баялдымызды және кәдімізді бірге салсақта болады, бір уақытта піседі. Барлығын табағымызға орналастырып алғаннан кейін беттеріне осылай өсімдік майынан сәлден жағамыз.
Пешімізде 180 градус температурада жұмсарғанша пісіреміз, шамамен 15 минут. Міне осылай дайын болған кезінде қызыл сары түске еніп, әдемі әрі дәмді болып шығады. Сондай-ақ өсімдік майына қуырғаннан қарағанда майы аз және өте дәмді. Бір рет болсын пісіріп көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тіпті ештеңе салмай дәл осы қалпында жесе де өте дәмді. Дайын болған баялды мен кәдімізге майонезден соус жасаймыз. Ол үшін 3 ас қасық майонезге жарты тісше сарымсақ және кішкене ас көкпен дәміне қарай тұз қосамыз да жақсылап араластырамыз. Дайын болған соусты баялды мен кәдінің бетіне қалауымызша жағып, бетіне қызанақтарды орналастыратын боламыз. Мен әсемдігі үшін бетіне ақ желкеннен септім. Бұл әрине міндетті емес, сіздерге ұнаса себіңіздер, ұнамаса маңызды емес. Міне дайын болған тіске басарымыз осындай әдемі тәбеташарлық болып шығады. Ал келесі мына тіске басар дәмділігімен қатар кез келген мерекелік дастарханның сәнін келтіріп жібереді. Құрамына қосылатын барлық заттарды ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Алдымен осылай 3 жұмыртқаны үккіштен өткізіп аламыз. Жұмыртқаны өткізіп алғаннан кейін келесі кезекте ірімшікті де дәп осылай ұсақ үккіштен өткіземіз. Сондай-ақ бір орташа сәбізді де осылай үккіштен өткіземіз. Барлығын үккіштен өткізіп алғаннан кейін шұңғыл ыдысымызға сәбізімізді, жұмыртқамызды және ірімшігімізді саламыз. Және дәміне қарай тұз бен бұрышты қосуды ұмытпаймыз. Шамамен 2 ас қасықтай майонезімізді салып, қоспамызды жақсылап араластырамыз. Бастысы сұйық болып кетпеуі қажет, өйткені бірікпей қалуы мүмкін. Сондықтан майонезді аздан қосқанымыз дұрыс. Қоспамыз дайын болды. Енді дастарханда әдемі тұру үшін бізге енді піскен қызылша, ас көк және күнжіт қажет болады. Алақанымызға қоспамыздан 1 шай қасығын алып, домалақтай бастаймыз. Бізде домалақ шарик шығу керек. Осылай домалатып алғаннан кейін бірін күнжітке, екіншісін ас көкке, енді бірін қызылшаға аунатып аламыз. Байқасаңыздар, бұл тіске басарды жасау үшін көп затта қажет емес, бірақ дәмі өте дәмді әрі ерекше. Сондай-ақ мерекелік дастарханның сәнін келтіріп жібереді. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер деген ойдамын. Мінекей бізде нәтижесінде осындай ірімшікті шариктер пайда болды. Бүгінгі дастарханның негізгі тағамы қуырдақ. Алдымен қызып тұрған майымызға 1-2 минуттай пиязымызды қуырып аламыз. Одан кейін барып етімізді салып, шамамен 10-12 минуттай жақсылап қуырамыз. Отымыз орташа деңгейде болуы керек. Арасында осылай араластырып тұрамыз. Етті жақсылап қуырып алғаннан кейін сәбізден саламыз. Әрине бұл міндетті емес. Егерде сәбізді ұнатпасаңыз, қоспасаңыз болады. Бірақ мен қуырдақта сәбіздің болғанын жақсы көремін. Артынша тұз бен бұрышты дәміне қарай қосамыз. Араластырып, тағы да орташа отта 7-8 минут қуырамыз. Суды еттің бойынан 1 см асатындай етіп құямыз. Барлығын бір араластырып, қайнағанша қақпағын жауып қоямыз. Қайнай бастағанда отты азайтып, етіміз толық піскенше баяу отта пісіретін боламыз. Егер от қатты болып кетсе, онда етіміз қатты болып, ұзақ уақытқа дейін қайнауы мүмкін. Ет піскеннен кейін картобын салып, бір қайнатып алып, отты азайтамыз. Картоп піскенше қақпағын жауып қоямыз.
Картоп шамамен 15-20 минутта дайын болады, алайда картоптың пісуі оның кесуіне байланысты не қалың, не жұқалығына. Картопымыз пісті, қуырдағымыз дайын болды. Бүгін салат ретінде баршаңызға белгілі винегрет салаты. Құрамындағы заттардың барлығын суда пісіріп аламыз және төртбұрыштап тураймыз. Шұңғыл ыдысқа барлығын саламыз, картопты, сәбізді, қызылшаны және тұздалған қияр мен көк пияздан қосамыз. Дәміне қарай тұзбен бұрышты және көзіндік майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Мінекей бүгін біз сіздермен ауызашарға арналған 6 түрлі дәмді бірге дайындадық. Бауырсақ, 2 түрлі тіске басар, 2 салат және десертке торт, сондай-ақ негізгі тағам ретінде қуырдақты жасадық. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер де видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, арнама жазылып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және видеоның таралуы үшін әлеуметтік желіде бөлісіңіз. Сондай-ақ достар, арнама жазылғаннан кейін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сонда жаңа видео шыққан кезде хабарлама алатын боласыз. Сіздермен бірге болған қымбат, келесі видеода жүздескенше.